Қош көрдік қазақ елі. Міне бүгін біз Нұрбике апаның үйіндеміз. Нұрбике апаның мынау еті мына сондай еті бабына келтіріп, міне ішінде қазы қартасы, міне не деген қараңызшы, жылқының қазы қартасына етіне не жетсін. Шіркін, жылқы десе қазақ, міне қойдың да мынау асықты жілігі жүр ішінде бір қазанға басылған. Жанында міне тұздық бұрқылдап жатыр. Тұздықты қазының, жылқының қарынның, қазы қартаның шыққан майынан сәп-сары құйып алып, осылай қайнатасыздар. Соңына қамырдың үстіне құйсаңыздар тұздық қылып, керемет болады. Мынау ішіне әдейіге дәм кіргізу үшін мынау болгарский перцтің қызыл көгін, сонан соң сәбізден салып қойыңыздар, ішіне картоп салсаңыздар да болады. Керемет дәмін шығарады. Онысы да жылқының еті өзі керемет қой. Қазір мынау міне қолдан жайылған қамырға не жетсін. Ай шіркін, қолда әжелеріміз, апаларымыз осылай жайып, жұқпа нан жасап, батыр нан жасап, осы тамақты тек қолдан жайып беруші еді. Қазір енді көп жерлерде дүкендегі даяр қамырларды салып жатады. Енді оған да үйрене бастадық. Міне алдарыңызға тола, астау тола ет. Қазір шетінен алып, қартасын, қазысын қазір тураймын. Міне керемет ыстық кезінде турап ауызға бір сал жібергенге не жетсін. Міне қараңыздаршы, міне не деген керемет. Қазақтың дастарханында тек қазы қарта, жал жая болсын. Міне керемет ет тола болсын, қуаныш болсын, береке болсын, мереке болсын. Міне қандай керемет. Осы қамыр ауқатты көп жерде мен айтып жүрмін. Мынау кейінгі жастар осы қартаны, мынау қарынды, жылқының қарыны не деген қараңызшы, керемет. Былбырап тұр, шетінен үзіп аласыз, аузыңызға сала бересіз. Осыны иісі бар деп жемейтінге ұқсайды. Ойпырмай, ол қарта қазының, жылқының қарынның иісіне жеп жемегеннен кейін ол қандай қазақ болады? Жеңіздер, жылқының етін жеу керек. Өте адамға сіңімді, өте күш қуатты көп беретін. Қазақ атамыз қайдан ұлан ғайыр жерді жаулаған? Осы еттің арқасында жаулаған. Сондықтан жылқының етін жеу керек, сорпасын ішу керек. Айран қосып тұрып, ой шіркін, сорпасын ішсеңдер қандай керемет. Мен қараңыздаршы, осындай қазы қартаны асап жеген адамның денсаулығы мықты болады. Ал енді қазақ елі, дастарханымыз тола ет болсын, еліміз тек тыныш болсын.